Сәлем достар, сіздермен бүгін небәрі 3 соттан жасалынатын жасалу жолы өте оңай, нәзік, биік, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығатын кондитерлік дүкендердегі торттарға арналған бисквиттің рецептімен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен үлкен ыдысымызды аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде таза, құрғақ болуы тиіс. Егер ыдысымыз су таза емес болса, жұмыртқамыз көтерілмей қалады. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, көлемін 3 есе үлкейткенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап көтеріп отырып миксерлейміз. Міне осылай жұмыртқа мен қантымыз әппақ көбікке айналып, өзінің көлемін 3 есе үлкейтуі қажет. Және бұның дайын болғандығын осылай бетіне сурет салғанда өзінің формасын ұстап тұру қажет. Біздің жұмыртқамыз бен қантымыз дайын болды. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды 3 бөлікке бөліп, ситадан өткізіп осылай саламыз. Енді ұнымызды төменнен жоғары қарай лопаткамен көмегімен араластыратын боламыз. Бұны қатты араластыруға болмайды, өйткені көтерілген жұмыртқамыз басылып қалуы мүмкін. Ұнымыздың екінші бөлігінде солай ситадан өткізіп, дәл солай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігінде салып, лопатканың көмегімен жақсылап ішінде түйіршік қалмайтындай біркелкі масса болғанша төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Міне бізде біркелкі әдемі масса дайын болды. Ыдысымыздың астына пергамент қағазын осылай төсеп аламыз. Менде ыдыс 25 сантиметрлік. Енді дайын болған массаны құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Бисквиттеріңіздің биік болып шығуын қаласаңыздар, кемі 10 сантиметр немесе одан биік ыдысты қолданғандарыңыз дұрыс. Сонда бисквиттеріңіз биік, әдемі болып шығады. Массамызды ыдысымызға құйып болған соң, тегіс болу үшін осылай кішкене дөңгелетіп аламыз. Бисквитіміздің піскендігін тексеру үшін ағаш таяқшаны бисквиттің ортасына салып қайттан алған кезде таяқшамыз құп-құрғақ болып шығуы қажет. Міне біздің бисквитіміз дайын, сіздерге кесіп көрсетемін. Ортасы биік, нәзік, үлпілдек болып шығады. Жасап көріңіздер және комментарийға қалай шыққандығы туралы бөлісе кетіңіздер. Бисквитімнің биіктігі ыдысыма байланысты 5 сантиметр болып шықты. Бұл бисквитке сливкимен жасалған кремдер өте әдемі үйлеседі. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Әрқашан сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын.